Армысыздар жиналған атаны ұстаз, той жиынсыз өмірдің мәні болмаз. Армысыздар білім қуған бүлдіршіндер, мектебінен оң солын таныған жас. Жүздеріңнен көрем шатты қарайын, болсын солай әрбір күнің әр айың. Тойларыңыз құтты болсын атана, тойларыңыз құтты болсын ағайын. Бүгін қандай шаттық толы күн еді, көңіл шіркін тасып-тасып өседі. Кеше ғана тәй-тәй басқан ол қыздар, бүгін міне мектепке де келіпті. Бүгінгі күні ұлағатты мақсатты жүзеге асырып, жалғастыратын жас ұрпақ мектеп табалдырығын аттағалы отыр. Ендеше, бүгінгі салтанатты жиынымыздың бас куәгері, білім ордасына алғаш қадам басқалы отырған жас бүлдіршіндерімізді қошеметтеп қарсы алайық. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы көтерілсін. 1, 2, саптық жүріспен. Алға қарай адым. Бас! Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, мектеп оқушылары, 1 қыркүйек білім күні және 2022-2023 оқу жылындағы Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарында оқу тәрбие процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері атты алғашқы қоңырау салтанатты жиынымызды ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Болашағым ақ қанат, біліммен ұштап санатты, саған қояр көп тілек, еркіндікпен таң атты. Өзіңізді мақтан етіп жүреміз біз, сөз береміз құрметпен өзіңізге. Жақсылыққа жаралған жүрегіңіз, алғашқы құттықтау сөз кезегі мектебіміздің басшысы Тұрсынбекова Қалдыгүл Анарқызына беріледі. Ата-аналар, ұстаздар, қымбатты оқушылар, мына бүгінгі 1 қыркүйек білім күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Жас ұрпақты тәрбиелеуде қажырлы еңбектеріңіз жана берсін, шығармашылық игі істеріңізге толағай табыстар тілеймін. Ал мынау біздің оқушыларымызға жақсы, тамаша мүмкіндіктерді қолдан жібермей, ілім-білім іздеуге алға қарай ұмтылайық. Дендерің сау болсын, оқуда озат болыңдар. Біздің мектебіміздің оқушылары тек қана биіктен көріне берсін. Ал 1 мектеп табалдырығын аттап отырған кішкене бүлдіршіндеріміз қадамдарың оң болсын, құтты болсын. Бүгінгідей мынау әнұранды орындауда белсенділік танытып тұрсыңдар. Әрқашан жолдарың ашық болсын. Құдай қаласа, ата-аналар
осы өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың қызығын, рахатын көріңіздер. Сіздерге үлкен рахмет, осындай балаларды бізге сеніп, мектепке дайындап, әкеліп бізге тапсырып отырғандарыңызға. Мектебім, өзімсің өмірдің көктемі, нәр алып қолымды созамын, арманға көктегі. Мектебім, келеміз тағы да, күн сайын өзіңді сағына, сыңғырлап соғылды қоңырау, бар бала бағына. Мектебім, аяулы мектебім, бағыңда гүлдей боп көктедім, өзіңсің білімнің бұлағы, нәр алып келемін. Тыңдаған көңілдегі талқамымды, шыңдаған тәрбиеммен талқамымды, өмірдің маған сыйы деп білемін. Өзіңдей жанға шәкірт болғанымды, менің қайқұрым, менің балуан назым, өнерге жүрегім дархан, өзіңнің арман, биікке шықсам егер де. Дәстүрлі білім күні мерекесімен және оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Бірінші сынып аттағалы отырған бүлдіршіндерге сәттілік тілеймін. Жас ұрпақ тәрбиелеудегі еңбектеріңіз жемісті бола берсін. Тек қана табысты, нәтижелі оқу жылы болсын. Күлтоған жалпы орта мектебі аудандағы ең беделді мектептердің бірі деп айтуға болады. Шәкірттеріңіз, Сая қызымыз Келес ауданын ғана емес, сонымен қатар Түркістан облысының даңқын асқақтатты. Осындай шәкірттеріңіз көп болсын. Дендеріңізге саулық тілеймін. Жаңа оқу жылы тағы да құтты болсын. Қамқоршылық кеңесі мүшесі Бейсенов Артықбай ағайға беріледі. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, жаңа оқу жылымен барлықтарыңызды құттықтаймын. Сонымен қатар мына бүгінгі мектеп табалдырығын аттап отырған жас мынау бірінші класс ата-аналардың өздеріңді құттықтаймын. Қадамдарың құтты болсын, Құдай қаласа. Жаңағы Қалдур апай айтпақшы, жаңа әнұранды әдемі орындадыңдар. Сондай белсенді болып, Құдай қаласа, шаршамай, жақсы оқып бітіре беріңдер. Құрметті ұстаздар және ата-аналар, оқушылар, бүгінгі жаңа оқу жылының басталғаны құтты болсын баршаңызға. Ұстаздар қауымына еңбекте шаршамай, талмай қызмет етуіне тілектеспіз. Тардай болып кіресің, таудай болып шығасың демекші, бүгін жас бүлдіршіндер мектеп табалдырығын аттап отыр екен. Бұлар да аман есен 11 жылдық мектепті бітіріп, үлкен жоғары оқу орындарына түсе берсін. Биылғы бітіруші сыныптар, 11 сыныптарға сәттілік тілейміз. Былтырғы өткен оқу жылы сіздер үшін өте табысты жыл болды, Құдай қаласа. Биыл одан да үлкен жетістіктерге жете берулеріңізге тілектеспіз. Әрдайым сәттілік тілеймін сіздерге. Рахмет. Құтты болсын тойларың қалың қауым, ардақтаған тіліменен ата салтын, білімге деп талпынып, қанат қаққан жақсылықпен бастайықшы оқу жылын. Дей келе, бірінші сынып оқушыларына алғашқы әліппе кітабын табыстайық. Ал сондай айта кететін жайт, биылғы жылды балалар жылы деп жариялады. Осы балалар жылында кішкентай бүлдіршіндерге көптеген мүмкіндіктер жасалып, көп көңіл бөлінуде. Кішкентай бүлдіршіндер, сендерге оқуға деген көптеген жағдайлар жасалуда. Ал сендердің міндеттерің тек оқып, ел сенер азамат болып өсулері. Қазірден оқысаңдар, болашақтарың жарқын болады. Оқысаңыз, балалар шамнан шырақ жағылар деп Ыбырай атамыз айтып кеткен ғой.
Ал ендеше мына қолымызда тұрған әліппе сендердің болашақтарың үшін жарқын болуына үлкен септігін тигізері анық. Ендеше қазына қолымыздағы білім бастауы әліппені кішкентай бүлдіршіндерге табыстайық. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берер ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілін дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген. Кім мықты десе біреу отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан бар ма? Ойланбай-ақ кел даңғы отал менен. 1 қыркүйек күніңмен, аңқыған жұпары гүліммен. Келіп ем қарсы алды мектебім, сүйкімді қоңырау үнімен де келе, алғашқы қоңырау соғу рәсімін бастаймыз. Қошеметтейміз. Білім күні мерекелеріңіз құтты болсын. Жаңа оқу жылында өздеріңізге тек қана жақсылық пен тамаша табыстар тілейміз. Құрметті қауым, білім күніне арналған 2022-2023 оқу жылындағы Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарында оқу тәрбие процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері атты салтанатты жиынымызға арналған сап түзеуді жабық деп жариялауға рұқсат етіңіздер.